ай толған кезінде жасалатын нәрселер. Бұны полнолуние дейміз. Полнолуние бұл тек сіздің энергияңыздың шектен шығуы емес, сонымен қатар табиғаттың да энергиясының асып тасуынан болады. Сол себепті бұл энергияны дұрыс бағытта қолдануымыз қажет. Өзімізге қандай пайда алсақ болады? Ай толғанда мынандай бір техниканы қолдануға болады. Сізге керек заттар: стакан су, таза парақ пен және қалам. Сонымен не істейміз? Қағазға сұрағымызды жазамыз. Мысалы, қандай жұмыс орнын таңдасам болады? Немесе басқа қалаға көшсем болады ма? Қағаздың үстіне стакан суымызды қоямыз. Жай ғана салқын қайнамаған су. Суды ішіп, ішімізден мына сөздерді қайталаймыз. Мен өз сұрағыма дұрыс жауап табу үшін осыны істедім деп, сосын сұрағыңызды іштей қайталайсыз. Сіз өз сұрағыңызға жауапты әртүрлі белгімен аласыз. Дұрыс шешім түсіңізге кіруі мүмкін, немесе біреудің аузынан кездейсоқ естіп қалуыңыз мүмкін. Мүмкін ішкі дауысыңыз сенімділік беріп, жасап жатқан жұмысыңыздың дұрыс екендігін білдіреді. Осы техниканы жасап көрсеңіз, көп ұзамай мәселеңіздің шешімін табасыз. Полнолуние кезінде ішкі дүниеміздегі өзгерістер сыртқы дүниедегі өзгерістерге алып келеді. Сол үшін өзіңізді ғана емес, айналаңызды тазартумен айналысыңыз. Бірінші, үйіңіздегі, сумкаңыздағы, жұмыс орныңыздағы, телефоныңыздағы, ноутбугыңыздағы қажет емес дүниелерден құтылыңыз. Екінші, үйге уборка жасаңыз. Үшінші, тұз қосылған, сода қосылған ванна қабылдаңыз. Төртінші, бір сәтке тынышталып, ішкі дүниеңізді тыңдаңыз. Бесінші, мазалап жүрген негативтер, проблемаларды қағазға жазып өртеңіз. Полнолунияда осы әдістерді жасасаңыз, сізге біраз жақсылықтар келеді. Бұл күні қарыздан құтылыңыз. Егер біреуге қарыз болып жүрсеңіз, манағы айтқандай керек емес заттардан және реніш өкпені, солардан арылыңыз. Енді қағазға арылғыңыз келіп жүрген мәселеңізді четко нақты жазыңыз. Мысалы, мен 5 килограмм салмағыммен жеңіл және жақсы жолмен құтылдым деген сияқты. Осыны жазып болған соң қағазды алып өртейміз. Қауіпсіздікті де сақтауды ұмытпаңыз. Осы қағаз жанып жатқанда сіздің проблемаңыз, яғни артық 5 килограмм майыңыз денеңіздегі сол еріп жатқандай, тағы да басқа қағазға жазған нәрселеріңізден құтылып жатқандай визуализация жасаңыз. Тек шын жүректен осы айтқан техникаларды жасасаңыз орындалады. Тек сену керек және әрекет ету керек. Менің жазбам, пайдалы ақпараттарым ұнаса, төменге реакция қалдырып, пікір қалдырып, лайк басып жазылуды ұмытпаңыздар. Бұл күні не істеуге болмайды? Негативті әсер беретін адамдармен кездеспеңіз, сөйлеспеңіз, конфликтный ситуацияға кірмеңіз, операция жасатпаңыз және алкогольді ішімдіктер, сусындар, темекі шекпеңіз, ішпеңіз, пайдасыз тағамдардан бас тартыңыз.